Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің оқытушысымын, педагогика ғылымдарының магистрі. Бүгінгі біздің дәрісіміз бастауыш білім беру мамандығы, бастауыш білім беру мұғалімі біліктілігі бойынша арналады. Пән қазақ тілін оқыту әдістемесі. Сабақтың тақырыбы сыныптан тыс оқуды ұйымдастыру. Сабақтың негізгі мақсаты сыныптан тыс оқудың мақсатымен таныстыру, оны ұйымдастыру жолдарын талқылау. Қарастырылатын сұрақтар: бірінші, сыныптан тыс оқудың маңызы мен мақсаты, сыныптан тыс оқуды ұйымдастыру. Сыныптан тыс оқуды ұйымдастырушы және оны басқарушы бастауыш сынып мұғалімі болып табылады. Мұғалім өз оқушылардың кітапқа деген ынтасын үнемі арттырып, олардың қандай кітап оқуға қажет екенін бағыт-бағдар беріп отырады. Балалар бастауыш сыныпты аяқтаған кезде ақын жазушылардың жас ерекшеліктеріне сай шығармалармен таныс болулары қажет. Сыныптан тыс оқу жұмысын балалар мектептен келген кезден бастаған жөн. Өйткені бірінші сыныпқа келген сыныптан тыс оқуды олар сауат ашу кезеңінің 3-ші бөлімінде мәтіндермен таныса бастайды. Екінші сыныптан бастап мұғалім балаларға мектеп кітапханасынан алған кітаптарды бере бастайды. Бірақ бұл кезде бастауыш сынып мұғалімі оқушыларды кітапты ұстау ережелерімен таныстыру керек. Назар аударсақ, бірінші, кітапты дұрыс ұстау, күте білудің ережелерін үйрету. Үшінші, кітапты газетпен не қағазбен ұстау. Кітап беттерін бүктемеу, кітап беттерін су қолмен ұстамау және парақтамау. Яғни бұл жерде бастауыш сынып мұғалімі арнайы сыныпқа осы қағидаларды іліп қоюға да болады. Сыныптан тыс жүргізілетін оқуды ұйымдастырудың ең негізгі принципі сыныпта жүргізілетін оқумен тығыз байланыста болуы. Оқушының сыныптан тыс оқитын кітаптары сыныпта өткізілетін сабақтардың жалғасы түрінде ұсынылады. Мысалға, әдебиеттік оқу сабағының 2-ші сыныпта Жүсіпбек Аймауытовтың кітап оқу әңгімесі беріледі. Осыған сәйкес мұғалім оқушыларға Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқылық» өлеңін қосымша оқуға тапсырма ретінде беруге болады. Сонымен қатар бастауыш сынып мұғалімі жыл басына осы сыныптан тыс оқылатын кітаптардың тізімі беріледі. Әр 90-ға ол арналып жазылады, яғни оқушылар қандай кітаптарды оқу керектігі осы тізім бойынша жүргізе бастайды. Сонымен қатар оқушыларды сыныптан тыс оқуға қызықтыру үшін жоғарғы сыныптың 5-ші, 6-шы сыныптарында көмекке шақыруға болады. Яғни ол жоғарғы сыныптың оқушылары бастауыш сынып оқушыларына өздері оқыған қызықты әңгімелерді айтып берулеріне болады. Сыныптан тыс оқуда бір жазушының шығармасын талдауда сол жазушының өмірі мен қызметінен толығырақ мағлұмат беруге болады. Мұндай сабақ шамамен былай ұйымдастырылады. Бірінші, мұғалім немесе балалардың бірі осы жазушы бойынша қысқаша әңгіме жасауға болады, немесе фильм дайындауға болады, немесе сол жазушының өмірбаяны бойынша мән жазба дайындауға болады. Екінші, жазушының балаларға таныс кітабы шығармасынан үзінді оқылады, кейде бір шығармасынан әдеби монтаж ойын ретінде ұйымдастыруға болады. Бастауыш сынып оқушыларымен қандай жұмыстарды жүргізуге болады? Бірінші, көркем шығармаларды, ертегілерді, мақалаларды талдау. Екінші, күнделікті баспасөздегі мақалаларды оқу. Яғни сіздер білесіздер, бастауыш сынып оқушыларына арналған бірнеше газет, журналдар бар. Осы сабақта, яғни мұғалім алғашқы кіріспе сабағында осы журналдармен таныстырған жөн. Яғни ол Балдырған журналы, Айгөлек, Еркетай, сонымен қатар балаларға арналған Ұлан газеті. Үшінші, кітаппен жұмыс істеу жұмысын біз алғаш күннен бастап балаларды дағдыландырғанымыз жөн.
Яғни балаларға осы журналдарды сабақта алып келуге болады. Сонымен қатар кіріспе сабағында жалпы мектеп кітапханасында шақыртуға болады. Бұл жерде, яғни журналдардың сыртқы мұқабалары таныстырылады. Сонымен қатар журналмен қатар газетпен де балаларды таныстырып өтеміз. Ол үшін қандай жұмыстар жүргізіледі? Бірінші, балаларды өздерінің ұлан газетіне қызығатындай етіп, газеттегі басылған мақалаларды үзінді келтіріп оқытуға болады. Мысалы, оқушылардан сұрақ қоюға болады. Сендерге қандай мақалалар ұнайды? Осы газет журналдардағы қандай мақалаларды ерекше айта аласың? Немесе осы журналдардың мазмұны қандай? Осы Айгөлек балдырған журналына өзің қандай мақалаларды ұсынар едің, жазар едің деген сияқты қосымша тапсырмаларды беруге болады. Екінші, газетті кімдер шығарады? Қай жерде? Қай күндері шығады? Қай кезден бастап шығады? Яғни толық ұлан газетінің, Айгөлек, сонымен қатар балдырған журналдарының жалпы қысқаша тарихына айтып кетуге де болады. Үшінші, ұлан атты газетінің кезекті номерінің құрылысымен, макетімен және жалпы мазмұнымен таныстырамыз. Сонымен қатар балдырған журналымен таныстыру сабағында журналдың кітаптан айырмашылығы, яғни бұл жерде біз ұлан газеті мен балдырған журналының қандай айырмашылығы бар? Яғни Вен диаграммасы арқылы да салыстырып балаларға толық мағлұмат беруге болады. Сыныптан оқу сабақтарында сонымен қатар көрнекі құралдарды қолдануға болады. Мысалы, шығармада кездескен қиын сөздерді біз осы көрнекі құралдар арқылы да таныстырып өтуге болады. Сыныптан оқуды, яғни мұғалім әрқашанда бақылап отыру керек және тексеріп отыру қажет. Оған қосымша оқыған кітаптары жөнінде оқушыларға күнделік жаздырып үйретудің де тәрбиелік мәні өте зор. Бұл балаларды ойларын жинақы, өз сөздерімен жаза білуге дағдыландырады, сонымен қатар жазу қабілетін жетілдіреді. Осы жаңағы әр оқушының өзінің күнделіктеріне кітаптың авторы, аты, шыққан жылы, оқығаны, қандай мақала екені сол жөнінде өзінің жалпы пікірінде жазғызуға болады. Бүгінгі біздің осы сыныптан оқыту әдістемесі бойынша дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.